Ассалаумағалейкум, Алаш жұрты. Дін мен діл жобасының кезекті айдары сыр сұхбат деп аталады. Бұл айдар қоғамдағы өзекті мәселелерді талқылайтын болады. Студияда Бекзат Қосай. Жалпы дін адам баласына екі дүниеде де дұрыс өмір сүрудің жолын көрсетсе, діл бұл халықтың ғасырлар бойы қалыптасқан әдет ғұрпы, салт дәстүрі, тұрмыс тіршілігі негіздерін айшықтап көрсетеді. Жалпы бұл жұманың алдындағы үлкен міндет дәл осы діннің де ділдің де ортақ тілін таба отырып халыққа ашып көрсету болып отыр. Ендеше бүгінгі студия қонағымыз Мұхаммед Жұмбасов ағамыз. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Аға, енді өзіңіз осы Маңғыстау өңіріне еңбек сіңірген, бүгінгі таңда зейнетке шыққан ардагер ағасыз, асқартау әке, үлгілі атасыз. Балаларыңызға, немерелеріңізге осы біздің еліміздің салт дәстүрін, қаншалықты құндылықтарымызды насихаттап айтасыз? Әлбетте, бүгінгі тақырып өте ауқымды тақырып. Және оның бүгінгі әңгімемізде елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жақында Егемен Қазақстан газетіне шыққан болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласының кезінде қазір әңгіме қылып отырмыз. Мінекей осының өзінде де рухани жаңғыру дейтін мәселелер өте ауқымды көрсетілген. Бұнда негізінен сана коды, ұлттық код, рух коды деп те айтуымызға болады. Міне осыдан қозғау алып басталды әңгіме жаңғыру үшін жерде, сананы жаңғырту жөнінде. Мінекей біздің ұстанымымыз үш қана тұғырға негізделген. Бірінші тіл, екінші ұлттық діліміз, үшінші дініміз. Мінекей осының біз бүгінгі тақырыбымызда діл менен дінді алып отырмыз, діннің байланысы жөнінде. Біз қоғамда өмір сүрген жерде ол қоғамның кез келген азаматы конституцияға бағынады, барлығы да конституцияда біздің салт дәстүрімізге негізделіп, ұлттық құндылықтарымызға негізделіп жасалған, өзінің ерекшелігі ескерілген, ұлттық ерекшеліктеріміз ескерілген, тіліміз де, дініміз де, діліміз де бір-біріменен біте қайнасып жатыр. Міне осыны жүрген жерімізде қай-қайсымызда баса айтуымыз керек. Яғни жалпы салт дәстүрімізді өзіңіз үй ішіңізге, балаларыңызға, немерелеріңізге үнемі айтып отырасыз, айтып жүресіз. Мен жалғыз ғана тек өзімнің ошақ басымда, отбасымда ғана айтып жүрген жоқпын. Бұны жалықпай баспасөз құралдарында айтып келе жатырмын. Енді ел ағасы болғаннан кейін сізді бүгінгі таңда той жиынға, асқа көп шақыратын шығар. Барғаннан кейін сізден ел ағасы астың батасын беріңіз деп бата сұрайды. Жалпы осы бата жаттап жүресіз бе өзіңіз? Енді тойларда да қазір негізінде бізден де үлкен адамдар бар. Сондықтан бізде мынау жасымызға қарай үлкен қарияларды, ақсақалдарды, ардагерлерімізді міне сол айтып отқан салт дәстүрлерімізге сәйкес өте сыйлап өткен адамдармыз. Сондықтан бірінші кезекте сол жерде жасы үлкен ақсақалға беріледі. Әрине көпті көргеннен сұра, білгеннен сұра дейтін де бар. Көп жасағаннан емес, көп білгеннен сұра, көп көргеннен сұра дейтін де бар. Әрине қазір жасымыз зейнеткерлікке жеткеннен кейін бәрімізде осы кейде бір жағдайларда сол жердегі дастарханда жасың үлкені болып қаласың. Ортадағы бір сыйлы азамат болып қаласың, сол уақытта сұралады. Жалпы бата білесіз, жаттап жүресіз. Сондықтан батаны жаттауға тура келеді, батаны жаттаймыз. Жаттағаннан гөрі мен сол жерде өзімнің ойыма келгенін айтуға тырысамын. Сол жердегі тақырыптарға байланысты. Неше жастан бастап осы ас қайырып білу керек, неше жастан бастап бата беріп білу керек деп ойлайсыз өзіңіз? Ас қайыруды ерте білу керек. Ендігі жерде мынау мінекей рухани жаңғыруымызға байланысты, оның үстіне ендігі жерде біз үш тағанымызды ұстай білуіміз керек. Бірінші ұлттық тіліміз, оны құрметтей білуіміз керек, қадірлей білуіміз керек. Әрине
өз тіліңді құрметте, өзге тілдің бәрін біл дейді ғой. Иә. Сондықтан да біз өз тілімізді міндетті түрде бірінші орынға қойып құрметтеуіміз керек. Одан кейін жерде жаңа айтып отқан ділімізді ұмытпауымыз керек. Біз жалғастырушы болуымыз керек болашақ ұрпаққа. Ертеден қалғандарды білетіндерімізді. Өзіміздің конституциямыздың ақтарып қарадым беттерін, баптарын. Бұның ішінде мысалға мемлекет дін ісімен араласпайды деген сөз жазылмаған, бап жазылмаған, ондай талап жоқ. Оның орнына қазір өзіміз байқағанымыздай дін істері жөніндегі министрлікке дейін құрылды ғой. Сондықтан қалай болғанда да қазір діни экстремизмдер деген сияқты мынау әлгі жанкештілер өзін өзі жарып жіберетін, қарайған топтанып тұрған халқымызды қырып жіберетіндер, мынау террористер дейді ғой, міне осындайлар шығып жатқан заманда біз міндетті түрде бұны мемлекеттік реттеуге тиістіміз. Күресуіміз керек. Себебі мемлекеттің бар екенін білдіруіміз керек. Дін ұстанушылар да, дін ұстанбаушылар да бәрі де біздің қоғамның мүшесі. Ал қоғамның мүшесі болған жерде ол конституцияны сақтауға тиісті. Конституцияда құқықтар көрсетілген, құқықтармен бірге міндеттері көрсетілген. Ас қайыра білу, сосын бата дедіңіз. Ас қайыра білетін жастан болу керек те, жасынан бастап білу керек те. Ал енді батаны, енді оны жаңа мысалға мен айтар едім 50 жасқа келіп тоқтасқаннан кейін жаттаса болады. Мысалға қазіргі таңда қоғамда жасы 50-ге 60-қа келсе де ағаларымыз бар бата білмейтін. Бұны жасырмаймыз. Бұл да шындық. Дегенмен жас ағаларымыз да бар батаны жатқа білетін. Жастар қарайды ғой. Осы ағамыз қазір бізге аға бір бата беріңізші деген уақытта өзіңнің білгеніңді айтуың керек, міндетті емес. Бір басқа бір ақын жыраулардың жазып кеткеннен басқасынан соғудың қажеті жоқ. Бата беріп білу керек, қысқасын айтқанда. Жалпы үлкенге құрмет, кішіге міндет дегенді қалай түсінесіз? Ұлттық кодымызға қайтып айналып келеміз. Үлкенге құрмет деген сөз біздің діліміз, діліміздің талабы. Сондықтан біз бұл арғы жағында тіпті діліміз дегенде дінмен де байланысып жатыр. Пайғамбарымыздың өзі мысалға айтпаймын, бірінші кезекте анаңды құрметте, екінші әкеңді құрметте, сосын үлкендерді құрметте. Міне осылардың бәрінен бұл бағзы заманымыздан бері келе жатқан осындай дәстүр. Әрине құрметті мен тілеп алмауым керек, құрметке лайықты бола білуім керек. Ол да бар. Ол да бар. Сол уақытта өзінен өзі келеді, үлкенге құрмет көрсету қажет екендіген. Яғни үлкенді құрметтемеген пайғамбарымыз Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, бізден емес деген сөз бар, хадисі бар. Яғни біздің қазақта да дәл осындай үлкенге құрмет, кішіге міндеттеп қойған жайы бар. Аға, енді сөз соңында өзіңіз жаңа орта барған жерлерге бата берем дедіңіз. Біздің осы бағдарламамызға арнап батаңызды берсеңіз. Енді ла иллаха иллаллах, бисмиллахир-рахманир-рахим. Дініміз әрқашанда берік болғай, діліміз мәңгілік жаңғыруға бағытты жүрген еліміздің, мәңгілік еліміздің мәңгілік ұстанымы болғай. Баршамызда осы бағытымызға азғантай да болса септігімізді тигізіп жүруге бізге Алла нәсіп етке. Аллаху акбар. Дін мен діл жобасының бүгінгі айдары осымен тәмам. Келесі эфирде көріскенше аман сау болыңыздар ағайын.